Дана халқымыз отан отбасынан басталады. Адам баласының өмірдегі ең құнды қазынасы отбасы. Отбасының қамқоршысымен тіреуі ер азаматы, шаңырағының шырайын келтіріп, ырысын еселеп ынтымағын қамтамасыз ететін адал жары. Сол шаңырақты береке мен мерекеге толтыратын бақытты балалары. Президенттің тарихи-мәдени орталығы бүгін Ахметовтар отбасында қонақта. Жепсес Ахметович, қай жылы отбасын құрдыңыздар? Сол кішкене ғана өздеріңіз отбасы туралы бір әңгіме айтып берсеңіз. Сол айтқан сөзім әйтеуір Алланың құлағынан 75 жылы мартта мемлекетіміздің тойымыз болды. Оның бәрін дайындаған студенттер, өзі біз студентпіз. Соны оқып жүріп үйлендік. Соны 75 жылы, 76 жылы институт бітіріп, сол жерге ол кезде направление жіберетін министерство образования. Сонымен осы Теміртауға келдік. Сөйтіп содан бері, сол 76 жылдан бері 2020-ға дейін жұмыс істеп. Бұл ұстаздық жолға қалай келдіңіздер? Сол туралы қысқаша айтсаңыздар. Енді біз мектепте соңғы 5 жылда интернетте оқыдық. Интернет сұрасқанда балалар енді әр жақтан келеді ғой. Сол кейде отырып әңгімелескен кезде кім не болады деген сияқты кейде әңгіме айтамыз. Сонда кейбіреулер анаған түсеміз, мынаған түсеміз, оқуға түсеміз, ертең мамандық аламыз деп айтып жатады. Сондай кезде ойланасың. Ойланып бір күні үйде отырған кезде айтты, әке-шешеміз, осы мамандықтың ішінде мұғалім мамандығы жақсы, таза мамандық деп бір айтып қалып, сол есіме қалып кетті. Сосын енді осы неде болса мұғалімдікке барайын, енді құлассаң жардан қыла дейді. Ол кезде бір ғана университет бар, Казгу. Басқа университет жоқ, басқасында пединист. Сол Казгуға барайын деп ойладым да, сол мектепте жүргенде жайлап өзімше ешкім айтпай дайындадым. Соны осы тарих факультетін таңдадым ішімнен. Сөйтіп дайындап жүріп, сол барып институтқа тапсырдым документімді. Бірақ ол жыл түсе алмай қалдым, қайта-қайта сол қалмай жүріп, сол оқуға түстім. Армияға кетіп қалдым, армиядан келгеннен кейін формамен жүріп тапсырдық. Формамен жүрген кезде қаншетегімен қарайды ғой мұғалімдерді, адам баласы. Сөйтіп жүре әйтеуір сол жылы 71 жылы түстік. Сол жылы Нұргүлде түсті оқуға. Сонда таныстық. Содан енді осылайша 5 жыл бірге оқыдық. 5 жыл бірге оқыдық. Арасында енді 4 жылдан бастап бір семья болдық. Кейін енді бөлген кезде осы Теміртауға кетіп түстік, Қарағанды облысы. Сөйтіп осы Фтузға, өзі Фтуз дейді, Техническое училище осы жерге келдік. Келсем, кафедрада қазақ мұғалімдер бар екен, Казгуды бітіріп келген. Олар мені Казгуды бітіріп келген деп өздерінше жақсы қабылдады. Сөйтіп осы қалып қойдым осында. Сөйтіп міне 44 жыл бойы осы бір жерде істедім. Ол кезде айтатын әлгі, бір жерде істеп пенсия шықсаң, пенсияға қосылады дейтін бар болатын. Одан кейін жаңағы стажы бір жерде болса мақтайтын, кеңес өкіметінде. Сол жерде қалдық осында Теміртауда. Сөйтіп міне 44 жыл жұмыс істеп, енді біздің алдағы мақсатымыз осы қайткен күнде де балаларға білім беру болды. Ол кезде бірінші келген кезде бізде КПСС тарихы болды. Одан кейін 85-89 жылдары партия тарихына өттік. Өйткені КПСС біртіндеп өздерінің қуатын жоғалта бастады. Партия тарихына өттік. Тәуелсіз болғаннан кейін Қазақстан тарихына өттік. Содан Қазақстан тарихы қазірге дейін беріліп жатыр. Сол кезде Қазақстан тарихына ауыстым. Сөйтіп жүрген кезде қазақ группасы ашылды. Қазақ группасын енді ашқан кезде бәріміз жүгірдік. Жан жақтан қазақтар жиналды. Қазақ мектебін бітіріп келген балаларды бірінші курста жаңа онда профтех образование деген болған бірінші курста. Училищеде оқиды, бізде оқиды, сосын барып мамандық таңдап екінші курста кететін. Солардың арасынан таңдадық. Өйтіп жүріп міне қазақ группасы ашылды. Сол қазақ группасына сабақ беретін ешкім болмай қалды қазақша. Содан мен, сосын Байғабатов, Көкінсімаш, екеуміз шықтық. Енді пән көп, мұғалім жоқ. Сол пәннің бәрін бізге бөліп берді. Соға мен 4 пән түсті, сол 4 пәнді
меңгерге тырыстым, күн түн отырам, сөйтіп жүріп, балаларға әйтеуір осы жақсылап білім алсын деген оймен сабақ берген, сапалы сабақ беруге тырыстық. Сол. Енді жалпы біз ауылда өстік, ел баласы болдық, мамандықты шынында соны сүйіп таңдадың деген артықтау болар. Жалпы біздің әкеміз бен шешеміз біздің маягымыз болды ғой. Сол кісілер осы бір оқу орнына барсаң қайтеді балам десе, сол кезде сонымен жүрдік. Сол әкем марқұм көз ашық. Оқу десе ешкінасы жер қоятын еді. Сол кісі бір күні газет қарап отырып осы Казгуде тарих факультеті бар екен, соның курсы бар екен, дайындық курсы. Балам, соған қалай қарайсың деп. Сол папамның бір сол ойы, айтқан әңгімесі, жаңағы нұсқауы маған бір сабақ болды да, сонымен мынаны жазып 1971 жылы осы жаңағы Казгуде отырмыз ғой, ол кезде маңдайалды жалғыз университет, соған келіп жүзден жазбай түсіп кеттік. Содан енді әр жерлерде істедік. Алғашқы кезде әрине мұғалім болу деген бір жағынан оңай нәрсе емес, оған үлкен ізденіс керек, оған үлкен жауапкершілік керек. Сондықтан енді қиындықтар көріп жүрдік. Содан кейін 1991 жылы осы 15-ші қазақ орта мектебі аттың ашылғанда өзіміз тілімізді сүйіп беретін пәннен сабақ берейікші деп, әрине соның есігін ашып, сол мектепте мен өзі 10 жылдан астам жұмыс істедім. Сол мектепте содан кейін осы кішкене қызмет көтеріліп, қалалық білім бөлімі осындай мектепке басшылық барасыз ба деп 8-ші қазақ орта мектебін ұсынды. Онда бір жылға таяу жұмыс істедім. Одан кейін осы 5-ші мектепті былай айтқанда өз инициативаммен, өзімнің жаңағы көңіліммен барып осы 5-ші мектепті аштық. Бұл 2002 жылдың сентябрі болатын. Отбасылық бір жарыс ұйымдастырылды Теміртаудан. Осыған байланысты біздің жаңа проекты по воспитательной работе дейміз. Сол сәтте сенде біздің коллективімізде семьясы дұрыс өндесіңдер. Дұрыс болғанда енді сан жағынан келсін, бар жағынан келіп тұрсыңдар. Осыған қатысайық деп. Жарайды, қатысайық деп, мен содан қатысып, бала шағамызбен ол кезде балалардың бәрі немерелеріміз кішкентай еді. Балалардың бәрі осы Теміртауда бәріміз қатысып жүріп, аяғында сонда сол неге бардық, жағыстың шыңы, жыл отбасының жағы шыңы ресторанға апарып бәрімізді сол жерден қонақ қылып, сол жерде сөйлеп, бір-бірімізді таныстық. Соның ішінде мына іс-шаралардың арасы қатысып, сондай телевизорға түсіп, сонда бір сондай болған жағдай. Дұрыс, бұл қай жылы болған? 2011 жылы. Сіздердің отбасыларыңыз үлгілі отбасы ретінде Теміртау қаласында жеңіске жетті. Жеңімпаз атанды. Өте жақсы. Отбасы болғаннан кейін Аллаға шүкір, Алланың берген 11 немереміз бар. Сол немерелеріміз де Аллаға шүкір өнерлі. Мынау мен ұстап отырған медальдардың барлығы солардың мына егіз қызым бар, Гүлайым, Нұрайым деген сол егіз қызымның табыстары. Осы қалалық іс-шараларда, облыстық іс-шараларда сонау Алматыда. Сіздердің отбасыларыңызда қонақта болып, өздеріңізбен біраз әңгімелестік, жақсы әңгіме тыңдадық. Сіздердің бойларыңыздағы жақсы қасиеттерді өзімізге дарыса екен деп армандап отырмыз. Немерелеріңіздің, өздеріңіздің өнерлеріңізді көріп сүйсініп отырмыз. Біздің орталықтан енді бүгінгі күннен естелік болсын деп мынандай алтын тобылғы деген жас жазушылардың жинағы. Аға, өзіңізге міне 75 Ахметович сізге осыны тапсырайын деп отырмын. Міне осы жақсы кітап, жақсы әңгімелер бар ішінде. Сөйтіп сонымен қатар міне Нұргүл апай, сізге міне мынандай гүл, осы гүл сияқты құлпырып жүре беріңіздер. Немерелеріңіздің қызықтарын көріп, шөбере көріп, көп жыл өмір сүріп біздің ортамызда бізге ақыл айтып кеңес болып қуантады. Ақылдай оңдасын, қыдыраттан қолдасын, еш жамандық болмасын. Аспанымыз ашық болсын, елімізде күлкі, мереке тойласын. Әр істеген істеріңе Алла оңынан берсін. Талаптарың Алладан қабыл болсын. Әр үйде бақ береке, тірлік бірлік бола берсін.
Әкеден көрген өнеге мен анадан алған білім баланың өмірлік бағдаршамы болмақ. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Біздің бүгінгі бейнебаянымыздың кейіпкерлері Ахметовтер отбасына зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды отбасылық бақыт тілейміз.